Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте оңай мясо по-тайски жасаймыз. Ең алдымен етті видеода көрсетілгендей төрт бұрышты жұқа етіп турап аламыз. Қазанға пісе май қойып қыздырып аламыз. Пісе май қызған соң үстіне етті салып, қызартып қуырамыз. Пиязды видеода көрсетілгендей төрт бұрышты етіп тураймыз. Етіміз біраз қуырылған соң үстіне пияз саламыз. Пияз біраз өшкен соң үстіне жарты пиала су құйып, бетін жауып, ет жұмсағанша бұқтырып қоямыз. Екі қиярды төрт бұрышты ірілеу етіп тураймыз. Қызыл және сары бұрышты да ірілеу етіп тураймыз. Сарымсақ тураймыз. Ет біраз жұмсады, үстіне қияр салып қуырамыз. Осы арада үстіне тұз бұрыш себеміз. Лавр жапырағын қосамыз. Енді қызыл сары бұрыштарымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сарымсақ қосып араластырамыз. Бір-екі минуттай қуырылған соң үстіне бұрыш себеміз. Қатты қуырмаймыз, бұрыш пісіп кетпеу керек. Енді үстіне соя тұздығын қосып, жақсылап бір араластырып, 5 минут бұқтырамыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Гарнир ретінде кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.